Сәлем достар, сендермен бірге мен Азон. Мен тек қана бүгін осы қазақ ютубына қосылып, жаңа ғана өзімнің ютуб каналымды аштым. Бұл менің каналымдағы ең бірінші видео. Бірақ сіздер мені ютуб қарап, жаман көзбен қарамаңыздар. Енді қалай айтса болады басқаша. Менде осы видео түсіруден тәжірибе бар. Егер менің видеоларым сізге ұнаса, онда каналға тіркеліп, лайктарыңызды смело басып отырыңыздар. Менің видеоларым өте қызықты, керемет болып өтеді деп айта аламын. Сондықтан тіркеліп, мені қолдап қойыңыздаршы. Комментарийға тағы қандай видеолар түсіретінді жазсаңыздар болады. Мен әрине оны түсіруге кішкене тырысып көрем. Ал енді біз бастаймыз онда. Бүгін біз Эверест тауын бағындырамыз. Айттым ба, білмедім, ұмытып қалдым. Мен айтсам кешірерсіздер, екі рет айтып жатсам. Енді біз бүгін Эверест тауын бағындыратын боламыз. Қараңыз, түрлі адамдар. Мен енді өздеріңіз көріп жатқандай кішкене киім киіп алдым. Киімді мен мына жерден емес, мына жерде бірінге бар еді. Мына жерден алдым киімдерді. Және де мына жерде басындағы палатка. Бұл Everest Expedition деп аталады карта. Сонда бұл картада әртүрлі адамдар келіп экспедицияға келген сияқты шығатын адамдар. Мысалы, енді мына жерде не бар екенін мен білмедім, түсінбедім, жарайды. Бұл челлендж бірдеңе дейді, маған средний ортасына нормальный уровеньға қойдық, енді жарайды. Бәрібір бізге тіпті қиын өтсек те, бірақ енді қиын болып кетер. Өздеріңіз байқалғандай, бұл өте қызықты Майнкрафт. Бұл Майнкрафт версиясы 1.0.10, егер қателеспесем. 1.10.0 бірдеңке табамыз қойдым. 1.10.0.3 деген Майнкрафт версиясы. Егер сіздер естіген болсаңыздар, айтпаса көрген болсаңыздар, бұл бір Нота деген балада болған. Бірақ Нота деген баланың видеосын мен көрдім. Бірақ ол Нота Play өліп қалды, басында ең төбесінен ат шыққан болатын. Егер көрмесеңіздер, онда көріп отыра беріңіздер, өйткені бұл қысқасы, біз ар жақтағы лабиринтті өтіп тастадық. Ар жақтағы үйлердің нәрселері көрініп тұр. Негізінде мына лабиринт кішкене азақ екен. Басында прозрачный біз чатасып кеткеннен кейін бізге ұзын болып көрінді. Енді жарайды, мына жақтағы бағанағылар адамның үшеуі мұнда жетіпті. Бізбен қоса енді жарайды, жете берсін. Негізі мына жерлер палаткалар тұр. Бірақ әрқайсының ішінде төсек болса, қайтары қызық емес нәрселер. Ал біз ары қарай жүре берейік. Мына жақтан бұлай өтіп кетейік. Өтіп кетейік деген сияқты. Опа! Деген мына жерде өте сыламыздан паркур мастеріміз. Енді мына жерде өліп қалуымыз мүмкін сияқты. Өйткені мына жер қиын. Лестницамен паркурларды өздеріңіз білетіндей, мен лестницамен паркурларда қатты өліп қала беремін. Сосын лестницамен паркуры бар нәрселерді алып тастайық та, мына жаққа спам бойынша жазалайық. Спам бойынша жазалғаннан кейін шошып кеттім ғой. Мына жер опа деп өтіп кетейік. Опа деп шыға салайық.
шығып таяп қалдық. Бағана негізі перемотка біткен кезде біз мына жақта болған болатынбыз. Енді бұл жерде аса қызықты нәрсе болған жоқ, сол үшін мен оның бәрін паузада өтіп тастадым. Енді жаңбыр басылып кетті, бізге жаңбыр ұнамайды, оны бәрі біледі. Енді Эверест тауының басында жаңбыр көп болатын шығар, бірақ ол бізге бәрібір ұнамайды. Біз сол үшін жаңбыр тез алып тастаймыз. Мына жерде бәрі бірдей мынандай бір палаткалар бар. Мынаны қараңыздар, көрдіңіздер ме? Осындай палаткалар. Сосын мен сүтімді ішіп тастадым, өйткені бағана перемоткада көргендеріңізде менің жүрегім ауырып кетті. Сол кезде сүтті ішіп алу керек болды. Мына қараңыздар, басында көрсетіп едім, жоқ білмедім, бірақ егер нең болмаса да осылай жіберуге болады екен. Және де қазір кім байқады мен не жасырып отырғанымды, сол комментарға жазып кетіңдер, жазып кетсеңіздер, сіздер сонда молодец боласыздар. Өйткені менің бір бағанағы бір сюрпризім бар. Сіздерге арналған специально бір сюрприз жасап қойдым. Енді сыйлық ретінде болғанда, сыйлықта емес. Просто жақсы көңіл күй үшін осының төбесіне шыққанға арналған нәрсеге қойып қойдым. Міне, мына төбесіне енді бағындыру мен ойлағандай оп-оңай емес екен. Өйткені мынаның төбесіне қаншадан бері шығып келе жатырмын. Мен вообще жалығып кеттім, негізі, егер шынымды айтсам. Не деген үлкен, және де бір орынға қарай шыға берсек дұрыс болатын еді. Бұл жерде жан жаққа, оңға солға бұрылып әрең өтеміз. Міне, бұлай өтеміз. Енді қараңыз, мына жақтан құлап қалмасам болды. Опа, өтіп кеттім. Мен мынаны қараңыздар. Мына жақта оң жаққа барғым келіп тұр, бірақ оң жақта ештеңе жоқ екен. Жарайды, сол жаққа бара берейік онда. Мына қараңыздар, сол жақта қиын нәрсе тұр. Ловушкалар өте көп. Мысалы, мына қараңыздар, мына тесікке өліпсіз жададым. Шошып кеттім прям. Қайттан жүрегім дүрсе тағап. Енді ар жаққа құлап түссек, енді мына жаққа спам point қойып алу керек негізі. Бірақ жарайды, бізге бір өлсек сауып болады десең, қалжың. Өтіп кету керек. Міне өте салдық. Шошып кеттім ғой, құлақ қалам ба деп. Енді мына жерден ары қарай өтіп кету керек бізге. Мә керек болса өте алмай тұрғаным мына жерде, өйткені өте қиын болып жатыр әрине. Опа, міне өте салдым, енді өтіп кеттім де мына жерден. Мына жерде тесік бар ма? Жоқ кеттім, енді тесіктерден қайта-қайта тесік бар деп ойлай беретін болдық. Лучше алып тастайық. Керек емес бұндай нәрселер. Астынан бомба жарылып кетсе. Енді бұл керек емес дүние бізге, ондай нәрселердің бізге дым қажеті жоқ. Мына жақтан бит. Міне негізі біз Эверест тауын бағындыруға таяқ қалдық. Қазір біраздан кейін Эверест тауын басына шығып кететін боламыз. Ол үшін тез өтіп тастайық. Көңіл настроение, қазір бір музыкаға өтіп тастайық осының бәрін. Мә керек болса, мынаның бәрін өте алмай тұрғаным бар ғой. Жарайды енді. Енді сіздер енді кішкене не болмайтын шығарсыздар. Қарсы болмайтын шығарсыздар, егер мен Game Mode 1 қоссам, өйткені мен мынаның төбесіне шығамын деп жалығып кеттім. Міне қараңыздар, не деген биік, негіз азақ қалды, бірақ бағанадан бері шығып жатқан кезде мен мына жерде жалығып кеттім. Мында Snowy дейді, енді болған жоқ. Маған бір алтын слитік берді, мына шыққан адам депс деп тұр, өзінше бір крутой болып тұрғаны. Енді мына жаққа өтіп кететін болсақ, мына жерде тағы бір деңгейлер бар екен. Не дейді? Міне бізге сахар беруді, не керек бар екен мен өзім түсініп тұрған жоқпын. Сосын біз бұлай қарай өтіп кетеміз де, өтіп. Осылай өтеміз, осылай шығамыз, потом мына жаққа өтеміз. Мә керек болса, әлі өтпеді ма? Ош ақты өтеміз, жүреміз, соңында келген соң, мына жерде біз не дейді? Мә керек болса. 29.017 фото дейді, ол неген білмедім, мен фунт шығар. 8848 метр, мә керек болса, ең төбесіне шығып кетіптік. Енді осы жерден Game Mode 0 болуға болатын шығар, енді бізге енді төбесіне шығып алғаннан кейін. Міне, бағанаға айтқаным бойынша, міне осындай. Кішкене басып кетті. Мен кезіміз дұрайын болған, негізі басқым келмеген. Міне.
Міне Қазақстанның туы қолымда. Міне Қазақстан туын мына жерге мен қойып тастадым. Міне. Енді Эверест тауының бойына, Эверест тауының ең биік шыңына Озон шыққанын біліп жүретін боласыздар. Міне сіздермен бірге болған мен Озон. Мен бүгін Эверест тауын бағындырдым. Енді бұл мен каналымдағы ең бірінші видео мен айтып өткендей, енді сіздерге қызық болған шығар деген үміттемін. Ал егер бұл видео ұнаса, онда лайктарыңызды басып каналға тіркеліңіздер. Қош сау болыңыздар.